Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Сіздерге 3-тоқсанға арналған керемет ашық сабақты көрсеткім келеді. Бұл 9 сынып алгебра пәнінен тригонометриялық функциялар және оның қасиеттері. Көп мұғалімнің сұранысы бойынша біз жоғары сыныптарға да ашық сабақтарды қосып жатырмыз. Сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын. Енді осы YouTube каналыма лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Егер сабақ ұнаса, сіздерге нөмір қалдырамын, описанияға сол нөмірге жазасыздар. Бірінші сабақтың тақырыбы тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. Оқу мақсаты 9, 2, 4, 6 бірлік шеңбердің көмегімен тригонометриялық функциялардың жұптылығын, тақтылығын, периодтылығын, бірсарындылығын және таңба тұрақтылық аралықтарын түсіндіру. Сабақтың мақсаты одан кейін құндылықтарға баулу, аттаның дәйек сөзі, заң және тәртіп, келешек білімді жастың қолында. Ары қарап көшеміз. Енді ұйымдастыру кезеңінде оқушылармен амандасу, ынтымақтастық ахуал тудыру, шарттық шеңбер топтарға бөлу, фломастер әдісі арқылы. Мына жерде фломастерді шығарып қырқып, үсті мына цветной нелермен, қағаздармен былай жауып, топқа бөлесіздер. 1, 2, 3 топ. Топтың атын қойсаңыздар болады. Енді үй тапсырмасына принтер әдісі арқылы үй тапсырмасын тексересіздер. Өте керемет есеп. Бұл есепті сіз алдын ала үйге беріп жібересіздер. 4-31 есеп. Одан кейін үй жұмысын тексергеннен кейін, мына үй жұмысының шешімдері барлығы бар. Енді қайталау білім айнасы. Өткен тақырыптарды қайталауға тригонометриялық функциялардың анықталу облысы мен мәндер жиыны, миға шабу, сәйкесін тап, Леони-Габбс платформасында осы керемет платформа арқылы өткен тақырыптарды қайталайды. Бұл жасанды интеллекттің толық бір элементі деп айтсақ болады. Жасанды интеллектке толықтай жатады. Жаңа тақырыпты ашу үшін біз тригонометриялық функциялардың қасиеттері, оның ширектегі таңбаларына тоқталамыз, жұп тақтылығын. Енді бұл жаңа сабақ болғаннан кейін осылай сабақты түсіндіру бойынша формулалар бар. Одан кейін периодтылығын мына жерде түсіндіру сызбалары, график, суреттері бар, дескриптор. Ары қарап өтеміз. Енді топтық жұмыс, практикалық тапсырма. Әр топқа тапсырма берілген. Бұл тапсырманы да шешу жолдары жазылған, әріптестер. Одан кейін топтық жұмыстан кейін барып біз жұптық жұмысқа ораламыз. Яғни топтық, жұптық, жекелей жұмыс, алгоритм бойынша жұмыс жасаймыз. Одан кейін жұптық жұмыста жұмыс парақтарын беру арқылы тапсырма орындайды. Бұл жұмыс парағы енді цветной болып шығады. Одан кейін оқулықпен жұмыс, жеке жұмыс. Төмендегі функциялардың ең кіші 10 периодын көрсетіңдер. 4-45. Енді бұл жерде біз керемет платформаларды қолдандық. Айналмалы бекет. Бұл да интернет арқылы жұмыс жасайды. 4-46, 4-48. Бекіту тапсырмасына айналмалы бекет Wordle платформасында орындалады. Бірінші ширектегі жауаптары мына жерде жазылған. Синустың, косинустың, тангенстің. Бұл жерде Wordle'ның сұрақтары. Енді қымыжны сіздерге толықтай көрсеттім. Бекітуге мына рефлексия шам әдісі арқылы. Енді қымыжны көргеннен кейін әріптестер слайдты көрсетейін. Тез 10 минут ішінде үлгеруіміз керек. Слайдта да осы қымыжда айтылғандардың барлығы толықтай қамтылған. Бұл жұмыс парағы, міне жұмыс парағы цветной шығады. Жұмыс парағынан кейін мына презентация деп тұр. Осы презентацияға кіреміз. Осы жерде тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттеріне керемет слайды тұр. Осы слайдты қосып қойып өте бересіздер. Енді ары қарап ұйымдастыру кезеңі, қайталау, миға шабу барлық сілтемемен қойылып көрсетіліп тұр. Мына жерде дескрипторы бар, Wordle, рефлексия бар. Енді сіздерге осы жерде қымыжын көрсетіп, үй жұмысына принтер әдісін көрсетейін. Үй жұмысында принтер әдісінде жауаптардың бәрі жазылып тұр. Яғни бұл өте тиімді әдістердің бірі, сұраныстан қалмайды, жиға толығымен жатады. Неге жиға жатады десеңіздер, міне 4-31 оқушылар бір-бірінің дәптерін алмастырады да экранға қарайды. Жауабы солай дұрысымен шығады. Дұрыс па? Онда фишка қояды. Дұрыс деп. Келесі есепке өтеді. Мінекей, келесі есепке өтеміз. Дұрыс болса, осылай фишка қойылып кетеді. Бұл толықтай жиға жатады. Одан кейін енді сіздерге платформада тапсырмаларды көрсетейін. Бұл жерде заманауи платформаға біз мына Леони-Габбсты қайталауға қолдандық. Мына жерде мәндерін біріктіреді. Косинус 180 градустың, синус 45 градус.
синус 90 градустағы мәні неге тең? Мысалы 1 болса, онда былай қояды. Дұрыс болса, ол жоқ болып жанып кетеді. Егер қате болса, онда ол ары қарап тұрып қалады, осы жерде жоғалмай тұрып қалады. Егер дұрыс болса, онда ол жасыл болады да, бұл жерден алынып кетеді. Есеп дұрыс болған. Ал қате болса, осылай қызыл жанады. Оны ажыратып, қайтадан дұрыс жауапты белгілейсіздер. Котангенс 45 градустағы мәні неге тең? Міне, қате болса, бұл уже бізде қызыл болып жанып қалады. Косинус 180 градустағы мәні, косинус 45 градустағы, тангенс 60 градустағы, синус 45 градуста неге тең? Түбір асты 2 бөлінген 2, иә? Дұрыс болса, жасыл жанады. Осылай Леонид абсбат формасында қайталау тапсырмалар орындайды. Одан кейін тригонометриялық функцияларға келетін болсақ, бұл Word платформасында көпшілік әріптестерге ұнайды. Айналдыр жересіздерді раскрутие қылып айналдырасыз. Осы жерде оқушылар шығады. Яғни сіз оқушыларыңыз әр топтан бір оқушы шығарсаңыз болады. Енді периодтық функциялардың шексіз көп периоды болады. Есептеулер қандай кезінде периодын аламыз? Оның жауабы тамашада көрсетілген. Енді ары қарап өтеміз. Дауысы шығып тұр, колеса дейді, айналма дейді. Синустың, косинустың, тангенстің және котангенстің ширектегі таңбалары қандай дейді. Мінекей. Бұл жерде оқушыдан жауап аласыз, сосын қайтадан келесі сұраққа өтесіз. Бұл жерде 6 сұрақ қамтылған, яғни әр топқа 2-2 сұрақтан қойылады. Енді бұл жерде рефлексияға шам рефлексиясын алғанбыз. Одан кейін шам рефлексиясынан кейін бізде бағалауға топқа бөлуге фломастер, ал рефлексияға шам рефлексиясы алынған. Енді шам рефлексиясын қосып көрсетейін. Мысалы үшін мына жерде оқушылар жақсы түсінсе, сабақты түсіндім. Егер сұрақтары болса, сұрақтарым бар дегенді басады. Сабақ түсінбедім десе, мына жерде анимация болғаннан кейін әлсін қимылдап тұрады. Мына баланың бейнесі көріп тұрсыздар. Бұның барлығында толықтай жиынға жатады. Егер сіздің оқушыларыңыз сабақ түсіндім дегенді көп басса, онда сіз оқу мақсатына жеттіңіз деген сөз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Егер ашық сабақ ұнаса, комментарийға жазыңыздар, осы жердегі нөмірге жазыңыздар. Өте тиімді бағада сіздерге ұсынатын боламыз. YouTube каналға тіркеліңіздер.